Ханафилерді мен жек көрем. Айтатын сөздері бұлардың. Ақылға келе ма? Мен Құран мен Сүннамен жүрем, мұсылмандарды жек көрем деуге бола ма? Енесі кешеге дейін намаз оқымайтын, көшеде қаңғып қыдырып жүр, уағыздамайды оны. Оны адасқан білмейді, оны бидатшы білмейді. Кеше бір апта болды, имамдармен бірге намазды бастады, Абу Ханифе болып. Қасынан шықпай кетті жаңа енесінің, уағыздап. Неге? Абу Ханифені көшедегі алқаштан қыдырып жүрген адамдан да жек көреді олар. Бізді бидатшы біледі, ана алқашты бауыр біледі олар. Өтірік болса айтың өтірік деп. Айт, молдаке, сенің сөзің өтірік деп. Өтірік болса, Абу Ханифені мойындайтын болсаң, неге сол ініңді Ханафимен оқығаның неге қаламадың онда? Жүре берсін онда Ханафи болып. Абу Ханифаның мазхабымен оқи берсін онда. Сен жүрегіңдегі шын сөзің болса, мен Абу Ханифаның мазхабын мойындаймын дейтін болсаң, жүре берсінінің Ханафи болып. Онда өтірік айтпа. Шындықпен жүруді үйрен. Еркек бол. Мен Абу Ханифаны да мойындамаймын, Шафиитті де мойындамаймын, Хамбалды да мойындамаймын, ешкімді мойындамаймын мен. Мен өзім сол дәрежеге жеттім деп. Егер Абу Ханифаны мойындайтын болсаң, ініңді уағыздап, өзің сияқты бақабиз қылмайсың.